Мәжбүрлі тәртіппен қызмет тоқтату. Қыркүйек айында 500-ден аса жетісулық салық төлеушінің қызметі мәжбүрлі түрде тоқтатылуы мүмкін. Оның 262-сі жеке кәсіпкер, 283-і заңды тұлға. Жыл сайын мемлекеттік кірістер департаменті есепке алынған салық төлеушілердің санын қысқарту мақсатында тізім жариялайды. Бұл қатарға салықтық есепті ұсынбағандар, экспорттық импорттық операцияларды жасамағандар жатады. Сонымен қатар қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмағандар сот шешімімен қызметтері тоқтатылады. Бұл туралы кірістер басқармасының мамандары бақ өкілдерімен кездесуінде баяндады. Мамандар ақпарынша жеке тұлғалардан мүлік, көлік құралдары салықтары, жер салығы, әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі жоқтығы тексеріледі. Декларация өткізбегендер, экспорттық, импорттық операциялар жүргізілмеген, құн салығы ретінде тіркеуде болмаған салық төлеушілер, берешектері, қарыздары бюджеттің алдында берешектері жоқ салық төлеушілер, тек қана 6 МРП аралығындағы қарыздары бар болса, салық төлемдері бойынша, онда ол кәсіпкерлер және заңды тұлғалар осы тізімге кіреді.